Қаржаубайды қамасын. Қаржаубайды қамасын. Қаржаубайды қамасын. 16 жастағы Шерзат Болаттың өліміне қатысты күдікті деп танылғандардың туыстары бейне үндеу жасап, Шерзаттың әкесін жауапқа тартуды сұрайды. Елімізден, халқымыздан кешірім сұраймыз. Балаларымыздың әрекеті үшін. Бірақ әділ болсын. Нұрқанат та Шерзаттың ағасы, Қаржаубай да Шерзаттың әкесі жауапқа тартылсын. Біз соны тілейміз. Екі жақты бірдей қараңыздар дейді күдіктілердің туыстары. Күдіктілердің туыстары оқиға кезінде қаруды алғашқы болып Шерзаттың ағасы Нұрқанат алып шыққанын айтады. Сондай-ақ олар Шерзаттың сол жердегі жігіттердің бірінің жағын сындырған деп пікір білдірген. Халқымыздан кешірім сұраймыз балалардың сондай істегеніне. Бірақ та әділ болсын. Нұрқанат та жауапқа тартылсын. Қаржаубай да жауапқа тартылсын. Соны тілейміз біз. Біз соны тілейміз. Екі жақты бірдей қараңыздар. Не де болса, бір жақты ғана кінәлауға болмайды. Мылтықты Нұрқанат алып шықты, мәшинесінен балаларға қарата атты. Балалар тыныш тұрған жерінен Шерзат марқұм жаңағы бір баланың жағын сынырды. Ойламаған жерден ұрып жіберген. Неге ұрады? Өздері мылтық алып шықты, шақ алып шықты. Содан жігіттер көтеріліп кетті. Кешірім сұраймыз балаларымыз үшін. Біздікі дұрыс емес. Но если балаларды спровоцировать етпесе, тыныш бәрі шешіліп әркім үйіне кететін. Олар бір шакал емес, жаңағы жиналып алып бір жерге барып топтасып әдейі барған жоқ. Ол Шерзатты өлтіреміз деп барған жоқ. Өйткені ОПГ-да емес, бәрінің үй жайы бар балалар. Олар кафеде өздерімен өздері отырған балалар болған. Өздерімен өздері үйлеріне уже кетейін деген балаларды жаңағы звонок болды. Ал бәленің бәрі сол Дарханнан басталған. О жерде Дарханды танымайтын балалар да бар. Ал ол енді Дархан үндемейді. Ол Қаржаубайдың танысы, Нұрқанатпен бірге арақ ішіп жүрген адам ол. Ал шындық керек болса, осындай шындық болсын. Сол дақанса барамыз біз де. Дархан да жауапқа тартылсын. Өйткені бәрін шақырған Дархан. Дарханды о жерде танымайтын балалар бар. Біздің бауырымыз вообще танымайды. Танымайды да. Менің балам вообще танымайды Дарханды. Просто звондағаннан кейін бір общий знакомый болғаннан кейін ғана барды. Әттісе деген бір адам өлтіруге барды деп. Неге елдің бәрін үйтіп бүлдік неткізеді? Жаңағы көтеріп жіберді халықты. Халық білген жоқ, ненің не екенін білген. Қаржаубай басынан өтірік айтты. Хутыр деген келіп үйімді өртенді. Қай-қайдағы бір танымайтын жаңағы Хасан деген кісіні алды да оны қосып жіберді. Дұрыс емес қой. Енді біз Хасанды да танымаймыз, бұндай сондай деп. Ондай әңгіме екі сөйлемеу керек. Қаржаубай жігіт па? Жігіт жеп шағалып келді ма? Жігіт жеп болсын. Нұрқанат атты ма? Атты, оны бәрі біледі. Есікті оның алдында Нұрқанат дегенің біреуге барып, жаңағы мылтықпен сол мылтықпен барып, жаңағы біреуге атқан екен. Оның бәрі жабылған екен. Оның бәрін біз естіп жатырмыз. Біз баланың 40-на дейін үндемей отырдық. Жарайды, қаза болды, біз кінәліміз деп. О жерде кішкентай оқушы балалар да кетіп жатыр, уже міне қанша болды. Олар сабақта жүретін балалардың бәрі кінәсіз балаларды да барып та қамады. Ондай болса Қаржаубайды да қамасын. Жаңағы оқты теріп алған, жаңағы әйелі ма, қарындасы ма біреу оқтың бәрін теріп алған дейді. Нұрқанат атқан оқты теріп алған. Ол адамда жауапқа тартылсын. Бәрі ашық сот болса, бәрі бірдей болсын. Бәрі ашық.